Алла тағала ризықты молайтады. Ризықтың ішіне күллі берілген нәрселер кіреді сізге. Мына көру қабілетің, есту қабілетің, ойлау қабілетің, біреуден кішкене артығырақ ойлауың, тез жаттап алуың, жадта сақтауың, мысалы айтайық. Ұл берілуі, қыз берілуі, әйелің, кәсібің, жұмысың, мансабың, связдарың, байланыстарың не бар? Міне, адамның нәпсісіне рақат әкелетін нәрсенің барлығы ризық. Осы ризықтардың кез келгенін Алла тағала молайтады, не тарылтады, таныстырып қойды, болды. Көрдіңіз ғой. Мысалы біреудің керемет, өте ізгі салиқалы әйелі бар еді. Сөйтіп күндердің бір күні ол әйел өмірден озып кетуі мүмкін. Ол да ризықтың тарылуы. Не істер екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның 3 салиқалы қызы өзінен бұрын өмірден озып кетті. Сынайды Алла тағала зиянмен.